Баршаңызға сәлем достар. Барлық үйден табылатын қарапайым ғана заттардан жасалатын пирог іздесеңіз, онда видеоның соңына дейін қараңыз. Себебі бұл пирогқа жұмыртқа да сүт те қосылмайды, тіпті миксерді де қажет етпейді. Ал жасалуы тіпті оп-оңай. Ең алдымен ыдысқа құрғақ заттарымызды салып аламыз. Ол әрине ұн, какао, қопсытқыш және азғантай ғана тұз. Осы қоспаны вилкамен немесе венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осыдан кейін бір пиала қантымыз бен ванильді қантты қосып, тағы да араластырып қоямыз. Егер сізде ванильді қант болмаса, оны қоспасаңыз да болады. Барлық құрғақ қоспаларды араластырып болғаннан кейін, үстіне бір стакан су мен жарты пиала сұйық майды қосып араластырамыз. Міне бар болғаны осы. Құрғақ қоспаларды араластырып, үстіне суын құямыз, болды, қамырымыз дайын. Диаметрі 22 см болатын формаға қамырды құйып, 180 градустағы пешке саламыз. Пирогтың дәмі одан сайын керемет әрі шоколадты болып шығу үшін мен бетіне шоколадты глазур дайындаймын. Ол үшін бізге керегі қаймақ, шекер және какао. Осы қоспаны газдың жай отына қойып, араластырып тұрып, қайнатып аламыз да, үстіне бір кусок сары май саламыз. Тура 45 минут өткенде пирогымыз дайын болды. Оның толық піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Таяқша құрғақ болып шығуы керек. Пирогтың беті біркелкі шығу үшін бетіндегі шапкасын кесіп алдым. Содан кейін ғана шоколадты ганашты құйып, әдемілеп сәндеп қойдым. Мінекей достар, көріп тұрғаныңыздай, пирогтың жасалуы өте оңай, әрі үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Бастапқыда біз құрғақ қоспаларға су қосқан болатынбыз. Егер сіз қаласаңыз, судың орнына сүт немесе кофе де қоссаңыз болады. Ол кезде дәмі 2 есе керемет болып шығатынына сенімдімін. Бірақ осылайда пирогтың дәмі өте шоколадты әрі керемет болып шықты. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.